процесстермен, яғни абсцесстермен асқынуы мүмкін, аса операциялар жасалынуы мүмкін, ерелер бедеулігіне әсер етуі мүмкін, шәует жүретін каналдың бітелуі, жабысуына алып келуі мүмкін, сперматозоидтардың процентінің төмен болуы. Армысыздар достар, мен Олжас Иманғалиұлы, 10 жылдық білімі бар, 10 жылдық тәжірибесі бар, 3 елге барып тәжірибе жинап келген уролог, андролог, физиотерапевт, дәрігермін. Бүгінгі қозғалатын тақырыбымыз мынау аталық без бен оның еннің қосалқысының қабынуы, яғни оркоэпидемит. Бұл қандай патология, этиологиясы қандай, симптомдары қандай, тексеру жолдары қандай, асқынулар қандай, осы туралы бүгін қозғайтын боламыз. Оркоэпидемит, яғни аталық без бен еннің қосалқысының қабыну ауруы. Бұл патология, бұл аталық бездің, яғни еннің қосалқысының тканінде, яғни тінінде болатын қабыну патология ауруы. Бұл оркоэпидемит ауруының әкелетін бірнеше себептері бар. Бірінші себепке әкелетін болсақ, мынау жыныс несеп шығару жолдары арқылы түсетін инфекциялардың кесірінен, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың әсерінен осы жедел оркоэпидемит табуы мүмкін. Келесісі, бұл дегеніміз инструменталдық тексерулерден кейін болуы мүмкін. Оған мынау цистоскопия, уретроскопия, сонымен қатар трансуретрал резекция кезінде басқа да осы инструменталды, яғни катетеризация, осы манипуляциялардан кейін инфекцияның түсу қаупі бар. Одан кейінгі себептері айтатын болсақ, мынау инфекциялық аурулармен аурулардың асқынуларына болуы мүмкін. Ол дегеніміз мынау грипп, мынау бруцеллез, паротит, сол сияқты инфекциялық аурулардың асқынуынан осы жедел оркоэпидемит дамуы мүмкін. Енді бұл жедел оркоэпидемиттің симптомдары қалай болады? Біріншіден, мынау пораженный участок дейміз, мынау зақымданған, яғни мынау қабынған еннің тұсында бұл жерде қызару процесі болуы мүмкін. Дене қызуының көтерілуі, одан кейін барып мынау қалтырау, дірілдеу, кей жағдайларда қатты аурудың сезімі, осы симптомдар байқалып жатады. Кейбір асқынулар кезінде жыныс мүшесінен мынау іріңді бөліністер болып жатады. Сосы симптомдардан кейін осы симптом байқалатын болса, ол жерде, яғни мынау жедел оркоэпидемит ауруы дамып жатыр деген сөз. Бұл ауруды тексеру барысы, яғни бұл ауруды бірінші кезекте айтатын болсақ, бұл ауру қатты мазалағандықтан интимді әдістердің бірі жалпы қан анализін тексеру, жалпы зәр анализін тексеру керек. Одан кейін жыныстық жолмен берілетін инфекцияларды тексеру керек. Мынау ультрадыбыстық зерттеу арқылы осы аурудың түрін анықтап жатамыз. Яғни бұл ауру жедел түрде дамиды. Көптеген мынау айтылып кеткен симптомдардың, яғни мынау этиологиясына байланысты әртүрлі себептерден дамуы мүмкін. Тексеруден кейін бұл ауруды ары қарай ем жүргізу керек. Емнің мынау ерте асқынуларына келетін болсақ, бұл жедел оркоэпидемит, яғни аталық бездің еннің қабынуы көптеген іріңдік процесстермен, яғни абсцесстермен асқынуы мүмкін, ерте асқынулар. Ол жағдайларда жедел түрде консервативті ем болмаса операциялар жасалынуы мүмкін. Кеш асқынуларына келетін болсақ, бұл аурудың кеш асқынулары, яғни еркекте болатын ерелер бедеулігіне әсер етуі мүмкін. Ол жерде сперматогенез процесінің төмендеуіне әкеледі. Эксекторлық және секреторлық, болмаса обструктивті, болмаса секреторлық деп жатамыз, бедеуліктің түріне байланысты. Бұл оркоэпидемит шәует жүретін каналдың бітелуі, жабысуына алып келуі мүмкін. Сол кездерде сперматозоидтардың процентінің төмен болуы, қозғалуының төмендеуіне осы кеш асқынулары алып келеді. Ал енді құрметті достар, мына бүгінгі жедел оркоэпидемит ауруы туралы түсірген тақырыбымыз сізге ұнады деп ойлаймын. Өз пікірлеріңізді астына жазып кетіңіздер.
біз осы урология андрологиясы саласында осындай ауруларды ем жүргіземіз. Біздің клиникамыз Алматы қаласында Европа деген клиникада орналасқан. Күнделікті жұмыс атқарамыз. Келіп қабылдауға жазылуларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса, төмен қарай жазып кетіңіздер. Қабылдауға жазылуға төменде көрсетілген телефонға менің Instagram парақшам бар. Сол жерден көптеген ақпараттарды алуларыңызға болады.